Төркінде жүрсем де тыныш жүрмейтіндердің қатарынамын. Қой құрып отқанша түскі асқа самса, әрі контент, әрі бір жағынан оқырмандарыма бөлісе алмай жүрген самсаның рецептімен бөлісіп тастайын дедім. Осымен үлкен шарама мұздай суымды құйдым да, үстінен 3 дана жұмыртқамды салдым да, оның үстінен тұзымызды аз-аздан сала отырып, оның үстінен дрожжымызды аз қамтай ғана саласыздар да, сонымен жақсылап барлығын араластырып жібересіздер. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз да, оны жақсылап араластырып, оны сала беріп, дәл осылай қолдың көмегімен қаттырақ етіп қамыр илеп 6 зұбалаға бөліп тастадым. Бұның барлығын самсаға деп ойламаңыздар. 2 зұбаласы қаттамаға, 4 зұбаласы самсаға. Осымен самсаның қамырын осылай оқтау тақтаймен жайдым. Біздің үйде ешқандай да оқтау тақтаймен жаймайтын еді. Төркінде тек оқтау тақтаймен жаяды. Сонымен осымен білсем де білмесем де қамырымның үстіне жақсылап мыжғылап мін саған деп жоққа етіп қамырымды жайып тастадым. Сонымен екінші қамырымды тағы да жайып дайындап алайын алдын ала дедім де қамырымды жайып майымды ертіп келейін деп тоң маймен сұйық майымды ертіп қамырымның үстінен мәсаған деп құйып қамырларымды осылайша барлық жеріне қамырдың бетін осылай сұйық маймен жуып шықтым. Барлығын жақсылап жағып алғаннан кейін оның үстінен мін саған дедім де менде майдың үстінен қамырды осылайша жағып жіберіп осылайша үстін басып мін саған деп оның үстінен тағы да майды құйып қамырларының бетін тағы да маймен жақсылап жуып жабыстырып жібердім. Осымен шетінен орадым да осылай жылан қылып тәрізді етіп орап алдым да сонымен жұмыртқа тәрізді етіп кішкентай етіп қолдың көмегімен жақсылап үстін басып бір лақтырып барлық қамырларын дайындап алдым. Сендер мен енді қаттаманың қамырын дайындап алайын, сендер енді пакетке салынып холодильникте тұра тұрыңдар дедім де қаттаманың қамырын дайындадым. Қаттаманың қамырын дайындап енді екеулерінің орындарың ауыссын дедім де қаттаманы салып морозилькке жібердім. Сонымен самса қамырларын мін саған деп барлық қамырларды шыңғыртып тұрып жайып жібердім де салмасын дайындауға осылай смоланы теріп кеттім. Осылайша іздеп жүре беріп арасынан біраз смола тауып алдым да салмасын дайындап самсаның арасына салып картошка, пияз және де осылай салмамызды дәмдеуіштерімізді салып самсамды пісіріп жібердім. Екінші часта сіздерге қаттаманы жасауымен бөлісемін.